Баршаңызға ассалаумағалейкум бауырлар. Zeon Автотрейдинг компаниясы. Бүгін бізде білесіздер, 2-3 жерде аукцион болады. Барынша үлгергенімше ең мықты автокөліктерді түсіріп назарларыңызға ұсынып жатырмыз. Келесі көлігіміз баршаңызға белгілі Kia Bongo автокөлігі. 1 тонналық жалпы көліктің салмағы, бірақ 4-5 тоннаға дейін еш қиналмастан көтеруге дайын екен. Баршаңызға белгілі 2.5 заводской газ болады автокөлігіміз. Историясы автокөлікте таза, өз тексеретін 2 есігі, рамасы, капоты ғана бұл жерде қазір талшынемермен бір-бір көрсетіп шығайын. Жалпы историясында көліктің ешқандай деталі, краска, ештеңе болмағандай көрсетіп тұр. Міне полный заводской окрас көрсетіп, көлікті өз тексеретін кузовында осы рамасын ғана тексересің, стойкаларын, капотын тексересің. Артында уже кузов тексере алмайсың, бұларда білесіздер. Толық заводтық акрасыменен көлігіміз. Историясы таза деп көрсетілген, мей жеріне кішкене бір тампалап етілген жері бар екен. Видимо, майда сыр болған секілді. Көлігіміздің жалпы пробегі 11 мың ғана, 2.5 заводской газ, автомат коробкада. Қызыққан жандар байланысқа шығыңыздар. Қазір нан табатын автокөліктердің қатарында жүр ғой бұл енді. Мінекей бортымыз дәл осылай. Енді шаң басып кірленген. 11 мың пробег жүрген автокөлік 24-12 айында шыққан. Бұл автокөліктің ең жақсысы, жеңіл машинеде қандай функция бар, дәл осы портердің ішіне тығып жүрген. Ішінде удержание полосынан бастап, круиз контроліне жолды сақтап, километрда бір автокөліктің артына қойып қойып, сонымен жүре беретін функциялардың барлығы бар ғой, жалпы. Камералары бар, дисплей, енді айтатын нәрсе көп көлігімізде. Қызыққан жандар шығыңыздар байланысқа, жақсы бағамен аукционда ұтып беруге дайынбыз. Енді оптикаларымыз, противотуманка, новый эмблемамыз бар. Штатный дискілері өзінің, состояние шины енді 11 мың пробег қана жүріп кеп тұр, 90%. Осындай кожаный обшивка, электропакет, алдыңғы екі терезелер, именно салафандарымен тұр, қараңыздар. 2024-тің 12 айында шыққан. Так, мінекей, осы жерден ұстап, ішіне әдемі отыра қаламыз. Комплектте бір келті бар. Көлік пуш-стартпен оталынады, кәдімгі демекей. Аналоговый щиток бар, 11 мың пробег, кожаный руль, круиз контроліміз бар, мультимедианың управлениясы бар. Потологымыз осындай матаменен, салафандар әлі алынбаған. Так, айнамыз, видеорегистраторымыз, үлкен мониторымыз бар, сенсорлы түрде іске қосылады. Мінекей, карта қосып аласыздар, автокөлікке CarPlay барлығын қосыла береді. Так, мінекей, мұнда боковой ашып жабатын кнопкамыз, обогрев боковойларында, подогрев руліміз, подогрев сиденьямыз и авдут жылтат, салқындатады. Мультимедиа управлениялары, USB-ге разъемдарымыз, астыңғы жақта мінекей Type-C-ге разъем бар, антизанос бар, удержание полосымыз бар, печка, кондер, өте мықты тұрады автокөлікте.